Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында қолжетімді сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Бізге керек болады сгущенка, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш керек болады. Алдыменен қопсытқыш пен ұнды жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа мен сгущенканы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызды аз-аздан қосып араластырамыз. Міне біздің коржықтарымыздың қоспасы дайын болды. Оны біз 180 градуста 10-15 минут пеште пісіріп алатын боламыз. Алдымен осылай пергамент қағазымызға домалақ пішін сызып аламыз. Сосын қоспамызды салып, осылай міне видеода көріп тұрғандарыңыз сияқты жасаймыз. Міне біздің коржықтарымыз пісіп дайын болды. Өте әдемі. Енді біз тортымыздың кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки, қант ұнтағы, ванилин, крем-чиз керек болады. Осылай қант ұнтағын салып, сливкимізді құйып, ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Менде қант ұнтағы болған жоқ. Сол үшін қантты алып, блендерда езіп алдым. Жақсылап. Міне біздің тортымыздың кремі де дайын болды. Міне. Енді тортымызды әдемілеп шеттерін кесіп шығамыз. Сосын кремімізді жағамыз. Міне осылай жағып шығамыз. Сосын корждарымыздың шетінен кесіп алғанды осылай блендерге салып, ұнтақтап аламыз. Сосын тортымыздың шетіне осылай міне видеода көріп тұрған сияқты осылай жасаймыз. Міне әдемі болды. Енді безендіретін боламыз тортымызды. Тортымызды безендіргенге маршмелло, M&M's, Oreo печенесін алдым. Oreo печенесін екіге бөліп, тортымыздың үстіне жайғастырамыз. Арасына M&M'стерімізді қойып шығамыз. Тағы да маршмеллоларымызды ортасына қоямыз. Міне осылай үй жағдайында қолжетімді сүтті қыз торты шықты. Әдемі, дәмді болды өте. Рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.